Бүгін біз Г дыбысымен танысатын боламыз. Г дегенім гүлім, көрдің неше түрін. Гүлмен бірге сенің, күлімдейді күнің. Ал енді жұмбақтың шешуін тауып көрейік. Шуақты жақсы көреді, шырайланып күледі. Бұл бізде балалар, әрине гүл. Гүл сөзінің алғашқы дыбысы бізде Г дыбысы. Кәне бірге барлығымыз қайталайық. Г, Г, Г. Байқап тұрғандарыңыздай, Г дыбысы созылып айтылуға келмейді. Сондықтан ол дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс болғандықтан біз оны көк түспен белгілейміз. Ендеше, экранға назар салып, Г дыбысының баспа және жазба түрін көріңіздер. Г дыбысының баспа түрі жоғарғы бөлікте, жазба түрі төменгі бөлікте орналасқан. Дәптерге әдемі жазыңыздар. Келесі кезекті Г дыбысы бар сөздерге бергім келіп тұр. Дәрігер. Дәрігер сөзінде Г дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Егіздер. Бұл сөзде Г дыбысы екінші болып тұр. Келесі сөзіміз глобус. Глобус сөзінде Г дыбысы сөздің басында келіп тұр. Жүген. Жүген сөзінде Г дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Келесі сөз гитара. Гитара сөзінде Г дыбысы сөздің басында келіп тұр. Мерген. Мерген сөзінде де Г дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Келесі сөздерде Г дыбысының сөздің қай бөлігінде келетінін анықтаңыздар. Газет, егін, жүгері, шеге, газ. Байқағандарыңыздай, Г дыбысы сөздің басында және ортасында келеді екен. Бүгінгі тақырып түсінікті болған болса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Лүпіл қалдырып пікір жазыңыздар.